Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір жасағаннан мінсіз болып шығатын сырникидің рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдымен творогымызге жұмыртқаның тек сарысын қосамыз. Және ванильный сахар қосамыз. Ванильный сахар міндетті емес, бірақ ол сырникиға ерекше дәм беріп тұру үшін ғана қосамын. Бір ас қасық қант және кішкене тұз және бір ас қасық манная крупа қосатын боламын. Манная крупа бізде творогтегі барлық ылғалдылықты өзіне тартып тұрады. Сондықтан бізде сырники шашылмай мінсіз болып пісетін болады. Қолмен осылай толықтай араластырып алғаннан кейін столға ұн сеуіп, осылай қолмен сопақша тәрізді жасап аламыз және оны 6 бөлікке бөлеміз. Егерде көп жасағыларыңыз келсе, ингредиентті 2-3 есеге көбейтіп жасай бересіздер. Толық ингредиенттерді мен описаниеге қалдырып кететін боламын. Және тағы айта кететін жайт, бізде сырники дайындаған кезде творогтың пайыздылығы да маңызды, қатты жирный болмағаны жақсы, пайызы төменірегін таңдағандарыңыз жөн. Осылай барлығын бөліктерге бөліп алғаннан кейін видеода көрсетілгендей ұнға осылай айналдырып шығатын боламыз. Мінекей барлығын жасап болдық. Енді табаға кішкене сұйық май құямыз, иісі жоқ, және оны әбден қыздырып, орташа отта асты үстін айналдырып пісіріп алатын боламыз. Бір беті піскеннен кейін екінші бетін аударып, сковородканың бетін жабатын боламыз және екінші беті кішкене қызарғанша қалдырамыз. Яғни пешке еш нәрсеге салмаймыз, тек бетін жауып, осылай өзінің буында пісіретін боламыз. Бізде толықтай піседі, қағаз сүлгіге салып, артық майларынан арыламыз. Мінекей бізде барлық сырники осылай әдемі болып пісті. Бетіне глюкозный сироп құйдым. Болмаса сахарная пудра сеуіп, немесе миотты ерітіп құйсаңыздар да ерекше дәм беріп тұрады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.